Біз бүгін тұқымның өнуіне қажетті жағдайлармен танысамыз. Тұқымның өнуі үшін міндетті түрде су, жылу, ауа керек. Бірінші су. Су тұқымның өнуіне, оның шыдамдылығын сақтауға, бөртуіне керек. Судың сіңірілу мөлшері тұқымның сыртындағы қабығына байланысты. Егерде тұқымның сыртындағы қабық тығыз қатты болатын болса, соғұрлым су баяу сіңеді. Тұқымның ісініп жарылуына, қоректік заттардың сұйылтуына, ертіндіге айналуына су керек болады. Екінші керек нәрсе ол жылу. Жылу тұқымның өнуіне керек. Кез келген өсімдік ол кез келген температурада өне бермейді. Ең төменгі температурада, яғни -1 және 5 градус Цельсий аралығында өнетін өсімдіктер бар. Оларға бидай, қара бидай, арпа, сұлы, зығыр, беде, жоңышқа және асбұршақ. Плюс 10 градус Цельсий температурада өнетіндер жүгері мен күнбағыс. Ал плюс 15 градус Цельсий температурада өнетіндер, олар жылуды жақсы көретіндер. Яғни асқабақ, қауын, қияр, күріш, мақта және темекі. Үшінші тұқымға керек нәрсе ол ауа. Ауа өне бастаған тұқымның тыныс алуын күшейтеді. Тұқым суда қалса 2-3 күнде шірейді. Себебі ауа жетіспейді. Тұқымның өнуі дегеніміз ұрықтан өскіннің дамуы. Суға салынған тұқымның тыныс алуы жылдамдайды. Су қоректік заттарды ертіндіге айналдырады. Тұқымның сыртындағы қабығы жарылып, ең бірінші алғашқы тамырша пайда болады. Ол топыраққа қарай еніп төмен бағытталады. Сөйтіп топырақтан су мен минералды заттар түсіреді. Одан кейін бүршікше дамиды. Бүршікше алғашқы жапырақшаның рөлін атқарады. Естеріңде болса, қос жырнақты өсімдіктердің алғашқы тамыршасынан негізгі тамыр дамитын. Ал енді дара жырнақ өсімдіктерден ол қосалқы тамырлар дамиды. Сонымен өсімдіктің өнуі үшін міндетті түрде су, жылу, ауа